Қазақстанның киелі жерлерінің мәдени географиясы бұл тарихи тұлғаларды, ұлтты мәдени байытумен қатар қасиетті мекендерді ғасырдан ғасырға жеткізетін асыл мұра. Өз оқырмандарымызға тарих беттерінен талай сырды шертетін киелі жерлер, құпиясы көп қасиетті мекендер, кесенелер жайлы әңгімелейтін боламыз. Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары жобасы аясында 100 нысанның тізімі ұсынылған. Оның 20 нысаны Қарағанды облысында. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Ақсақ Темірдің бұйрығымен 1385-1405 жылдар аралығында салынған сәулет өнерінің шедеврі, орта ғасырлық көрнекті ескерткіші. Айша Бибі кесенесі 11-12 ғасырдағы Қарахан мемлекетінен қалған көрнекті ескерткіштердің бірі, Қазақстан мен Орта Азиядағы теңдесі жоқ сәулет өнері. Бәйдібек баба, Бәйдібек ата заманында көшпелі елдің басын біріктіріп, ақылшы, қолбасшы ретінде көрінетін аса ірі тарихи тұлға болған. Отырар қалашығы Орталық Азиядағы ең көне қалалардың бірі. Отырар жеріндегі алғашқы қоныстар 8 ғасырда пайда болған. Бектұрмас кесенесі 9-11 ғасырларда өмір сүрген, өз заманында қолбасшы, батыр және шариғат ілімдерін терең игерген білімді адам болған. Жылаған ата үңгірі Түркістан қаласынан 80 шақырымдай жерде орналасқан үңгір. Аузының биіктігі 3-4 метр, ені 9 метр, тереңдігі 50-60 метрді құрайды. Ең қызығы, Құран аяттарын оқығанда ғана жартастан су ағады екен. Үкаш ата кесенесі халық арасындағы аңыз бойынша Мұхаммед пайғамбардың сахабасы ретінде белгілі, мұсылмандардың әскери қолбасшы ретінде кеңінен тараған. Теректі әулие таста бейнеленген суреттер ежелгі адамдардың көшпелі өмірінің көрінісі болып табылады. Аң аулауға, жабайы аңдарға, күнге табынушылыққа суреттейтін бейнелер де бар. Домбауыл кесенесі орталық Қазақстандағы ең ежелгі ескерткіштердің бірі. Тарихи деректерде бұл кісінің өмірде болғаны және жошы ханның сенімді серігі, досы, ақылшысы екені жазылған. Бұқар жырау кесенесі 1668-1785 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ халқының ұлы жырауларының бірі. Ол Абылай ханның ақылшысы ретінде көптеген істерге атсалысқан. Жұбан ана кесенесі 11 ғасырда тұрғызылған бірегей сәулет өнерінің тағы бір ескерткіші Жұбан ана кесенесі. Кесене тұрғызғанда нақты инженерлік есептерді талап ететін күрделі құрылыс амалдарын пайдаланған. Ұлтымыздың тарихын, киелі мекендерінің географиясын, тарихи тұлғаларын біліп жүру және мұраларын насихаттау бүгінгі ұрпақтың басты міндеті болып табылмақ. Қазақстанның киелі жерлері туралы қосымша ақпаратты Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың кітап қорынан табуға болады. Назарларыңызға рахмет.